Дауыс қою бойынша сіздерден сұрақ көптеп келеді. Даусыңыз әдемі, қалай даусымды қойсам болады, менің даусым өте дөрекі, ұнамайды өзіме деген секілді. Бірақ дауысы жоғары, шәңкілдеп, шыңылдап тұрған дауыстар көбінесе жазбайды. Не себепті? Себебі өзінің дауысы ол кісіге ыңғайлы болуы мүмкін, бірақ айналасына ол ыңғайсыздық тудыртуы мүмкін. Себебі шәңкілдеген, шыңылдаған дауысты сіз көптеп тыңдап тұра алмайсыз, ұзақ тыңдап тұра алмайсыз. Ол құлаққа түрпідей тиеді, ыңғайсыз және де жағымсыз. Ал төмен дауысты біз үнемі тыңдап тұра аламыз, себебі ол дауыс табиғи дауыс, Алланың берген дауысы. Дұрыс демалудың арқасында осындай дауысқа жетеміз. Мен Жанар Қажымғали, дауыс қою бойынша тренер. Дәл осындай жаттығулар легінде сабақта бар, алсаңыз болады. Күнделікті жасай отырасыз, бір нәтижеге жетесіз. Дауысыңыздың әдемі қалпына жетесіз. Бірақ ол үшін тынбай еңбек ету қажет. Әрине, сабақта алып қойып, оны бір-ақ рет көріп жасамай қойсаңыз, сізде ешқандай нәтиже болмайды. Ал егер күнделікті сол жаттығуды жасай отыра, сіз нәтижеге жеткеніңізді өзіңіз де байқамай қаласыз. Айналаңыздан керемет бір сондай тілек, лебіз, жылы және де пікір алып отырасыз. Яғни сізден даусыңыз қандай әдемі өзгеріп жатыр деген секілді пікірлер алып отырасыз. Қазір мен сізге бір жаттығу беремін. Күнделікті осы жаттығуды таңертең бет-қолыңызды жуған секілді ұмытпай жасап отырсаңыз, осы жаттығуды, сіздің даусыңыз әдемі қалпына түскен табиғи дауысқа айналады. Яғни бұл өзіміздің телефонымыздың, ұялы байланысымыздың вибрациясы ретінде болады. Қайталаймыз. Пайдалы болса парақшама тіркеліп, достарыңызға жібере отырыңыз, бөлісе отырыңыздар. Сабаққа келіңіз, даусыңызды әдемі, жағымды етіңіз. Мен Жанар Қажымғали, дауыс қою бойынша тренер.